Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен панна кота десертін дайындаймыз. Бұл десерттің дәмі өте ерекше. Мороженыйға ұқсайды. Бірге жасайық. Ең алдымен желатинге мұздай суды құйып, жақсылап араластырамыз. Желатин мен су жақсылап бірігуі қажет. Сотейникке сливкиді құямыз. Оның үстіне сүтті құйып, шекерді салып, отқа қоймай тұрып, араластырып аламыз. Жақсылап шекер мен сливкимізді қозғаймыз. Отқа қойғанда сәл ғана осылай қозғап аламыз. Отта қозғап тұру қажеті жоқ. Сәл қайнайын деген кезде оттан алып, ыстықтай желатинді саламыз. Желатинді жақсылап қозғау қажет. Тез-тез. Төрт минуттай осылай біркелкі болып араласқанша қозғауымыз қажет. Ал енді ыдыстарымызға құйып шығамыз. Менің бокалдарым осылай сәл кішірек болды. 8 бокалға құйдым мен. Егер де сіздерде ыдыстарыңыз шамалы дәурек болса, онда 6 бокал шығу қажет. Енді осыны мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Келесі малинаны сотейникке салып, үстіне шекер салып, бұны де отқа қойып, сәл ыстықтау болғанша қозғап араластырамыз. Шекер мен малина жақсылап бірігу қажет. Мінекей бізде дайын болды. Малинамыз бен шекеріміз жақсылап араласты. Енді осыны блендердің ыдысына құйып, блендермен езіп аламыз. Достар, егер де сіздерде блендер болмаған жағдайда ситамен өткізіп алсаңыздар болады. Малинамызды толық суытамыз. Жақсылап суу қажет. Суыған соң осыны сливкидің үстіне барлығын біркелкі етіп құйып шығамыз. Енді осыны 2-3 сағатқа мұздатқышқа қойып қоюға қажет. Немесе балаларға мұздай болмасын десеңіздер, осылай ұсына беруге де болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Балмұздақ сияқты тәтті. Мінекей осылай, оныңки дайын болды бізде. Өте жұмсақ, нәзік десерттердің бірі. Достар, менің арнамды соңына дейін қарап тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Мен сіздерге тағы да өте керемет рецептлермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған рецептілер Розадан. Келесі кездескенше.